Сәлеметсіздер. Өмір деген өзіңнің қолыңда екенін білесің бе? Осы уақытқа дейін мен дегеннің табысым төмен, 120 мың теңгелік табыста жұмыс жасаған Нұргүл қыз едім. Ал қазір міне тендерға қатысып, тендерда миллионер деген атаққа ие болдым. Бұған қалай келдім? Қарыз бәрімізде, кредит, бәрімізді ақша жоқшылық, жетіспеушілік, реніш, өкпе, барлығы бар бәрімізде. Оған кім кінәлі? Әрине өзіміз ғана кінәлі. Содан мен осы өмірімді өзгерткім келді. Бақытжан Кемелханұлының тендер сабағына қатысып, о жерден де нақты бір не ала алмадым. Өйткені ішім барлығы толған өкпе реніш еді. Сол өкпе ренішпен жүріп келіп, ол оқуды да бітірдім. Бақытжан